Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашарға арналған 6-шы мәзірді ұсынамын. Бізде мәзірде ыстық тағамға макарон, тәттімізге сырники, ірімшіктен және де қызылшадан жасалатын тойымды салат. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыстық тағамымыздан бастайық. Табамызға кішкене майымызды құйып, етімізді салып, сөлі шыққанша, тартылғанша қуырып, пиязымызды саламыз. Пиязымыз кішкене қуырылған соң, сәбізіміз бен болгар бұрышын салдым. Кішкене қуырылған соң, томатымызды салып, тағы да қуырып жібереміз. Қайнап тұрған ыстық судан кішкене құямыз, етіміз жақсылап пісуі қажет. Қайнаған соң картошкамызды салып, дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салып аламыз, араластырып. Баяу отта кішкене пісіретін боламыз. 5 минуттан аса уақыт өткеннен кейін макаронымызды салып, жақсылап араластырып, ыстық қайнап тұрған суымыздан құямыз. Жай отта пісіретін боламыз. Енді салатымызды дайындап тастайық. Қайнатылған жұмыртқа, қызылша, сәбіз, картоп барлығын қайнатып пісіріп қоясыздар алдын ала. Суығаннан кейін осылай көбіктап турап шығыңыздар. Оңай жасалады, әрі тойымды, дәмі де әдемі. Менің каналымда ауызашарға арналған мәзірлер жасалынып жатыр. 30 түрлі ыстық тағам, 30 түрлі салат, 30 түрлі тәтті. Пирогтар, тәттілер, арнама жазылып алып, соларды көріп шықсаңыздар болады. Тегін мастер-класс. Әрі қол жетімді, үйде бар заттардан жасалынады, әрі оңай жасалатын рецепттер. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма подписаться етіп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мінекей барлығын көбіктап турап шықтық. Енді үстіне горохымыз салып, дәміне қарай тұзымызды, майонезімізді салып, араластырамыз. Мінекей осымен салатымыз дайын. Енді сырники пісіретін боламыз. Ірімшігімізге жұмыртқамызды салып, құмшекерімізді салып, жақсылап езіп тұрып араластырып аламыз. Жақсылап езіп болған соң, ұнымызды салып, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Енді бір қасықтай алып, домалақ формасына келтіреміз. Астына, үстіне кішкене ұн сеуіп жіберіңіздер, айналдыра, қолымызға жабыспас үшін. Табамызға аз ғана май құйып, қызып тұрған отта екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей, осылай сарғыш, қызартып пісіре бересіздер. Ыстық тамағымызда пісіп қалды. Енді үстіне көк пияз, укроп сепсеңіздер де болады. Күшті дәм береді. Мінекей сырникіміз дайын. Өте дәмді, әрі көтеріліп, әдем болып пісті. Қазір ыстық болып тұр. Ортасын көрсетейін десем. Осымен біздің ауызашарымыздың 6-шы мәзірі осылай болып шықты. Ыстық тағамымызға макарон, салатымыз қызылшадан жасалған тойымды салат, және де тәттімізге сырники. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Арнама жазылып қойыңыз, көптеген рецепттер салынып жатыр. Сау болыңыздар!